Сол үшін жаңағы алаштықтардың ішінде болған Ғұмар Қараш деген кісі, сол кісі айтады: Құран шам, ақыл басшы, ғылым құрал. Құралсыз сапар шекпе жолың болмас. Айырылма, жатсаң, тұрсаң, Құранды ұста. Қараңыз не айтып отыр. Кеңес үкіметі сол кездерде 30-шы жылдардағы сөзі. Айырылма, жатсаң, тұрсаң, Құранды ұста. Жол бастар қараңғыда ол бір компас деп, жаңа бір сөзбен сізді Құранға қызықтырып отыр. Қарашы. Сондықтан болашақ Құранда. Заман қалай дамыса да дүниеде, есіңізде болсын. Бұл дін кәміл болғаннан кейін современный, заманауи, даму деген сөздер Құранға жаңалық емес. Өйткені ол кемелдіктің жолы. Кемел. Хуа хайрун мимма яжмаун. Бұл Құран сендердің күллі мына дүниеде жиған нәрселеріңнен де хайырлы. Омар радиаллаху анху айтқанда, егерде біз Алладан үстем болу үшін исламнан басқа жол іздегенімізде, Алла Тағала бізді тек қана төмендете берер еді деген. Сондықтан қожайыным Раббым болғаннан кейін, шын мәнінде сол қожайынға қызмет ететін халық болсақ, мына жердің асты үстіне Алла Тағала бізге көрсетеді қандай кереметтерін. Егерде бір халық, шахар, мейлі осы қазақ халқы болсын, осы жердегі Аллаға шын иман келтіріп, Алланың айтқанымен ғана жүретін болса, көктер мен жердің берекелерін үстілеріне аша салар едік дейді. Ал өмірдегі ең маңызды нәрсе Құдайға берілген, елі үшін малында, басында тігетін адамдарды дайындау. Міне бұны тек қана шариғи білім, бұны тек қана рухани білім ғана дайындай алады бұларды. Абай сондықтан айтып отыр. Бағанағы үшеуі, Алланы күллі нәрседен артық сүй, күллі қазағыңды сүй бауырым деп. Және де хақ жолы осы әділетті деп осы үшеуін айтқаннан кейін айтады. Мысалы, ойландағы осы үшеуін таратып бақ, басыңды сал жолына, малың түгілдейді. Әне қандай халық керек. Өзі біреуге 80, біреуге 40, біреуге 50, біреуге 100 жыл бұйырар. Соны Құдай үшін тұрып бере алмасам, мен осы өмірде не керек бұл өмір маған? Алланың маған берген ризығын Құдайдан аяп жасырсам, сараң болсам, мысалы. Не керек ондай өмір маған? Ойлаңыз. Олай болса, Аллаға адалмын ба, жан ба, мал ма? О түбінде Алланыкі. Осы нәрсені Аллаға қарай жұмсау арқылы ғана біз шын мәнінде мүмин боламыз. Сондықтан Алла Тағала бізді кейде мұнафиқтардың бір қылықтарын айта отырып, пайғамбарымыз ғана Мединадағы. Сол арқылы біздің де ішімізді бір сілкіп алады. Қалай деген кезде, өйткені олар ла я'туна ссалата илля кусала. Олар намазға келгенде жалқауланып қана келеді дейді. Сөйтіп біздің ішімізде жалқаулық бар ма жоқ па, бір сілкі жібереді. Сосын мал беретін кездерімізде белгілі бір іске пайғамбарымыз шақырған кезде вала янфиқуна илля ва хум карихун. Олар мал жұмсаған кездерінде жұмсайды, бірақ жек көріп, қиналып, әрең деген нәрселерді. Олай болса шынайы мүминнің бойында бұндай қасиеттер ешқашан болмау керек. Сендегі нәрсенің күллісі уәма индакум мин ниъматин фамин Аллах. Бар нығметтердің бәрі сендегі Алладан. Олай болса, Алладан болса, иншалла. Бұл өмірдегі ең маңызды нәрсе Алла үшін өмір сүру. Сондай адамдарды болашақта жасау үшін Алла Тағала Құранда пайғамбарымызға айтқандай, «Құл инна солати», айтуа пайғамбар күллі адамдарға айт. Шынымен де менің намазым, нусуки менің шалған құрбандығым, сондай-ақ кез келген осы дүниеде атқаратын рәсімдерім, ва махяя, менің өмірім басынан аяғына дейін, ва мамати,
менің өлімім, жан тапсыруыма дейін лиллахи роббил аламин, әлемдердің Раббысы Алла үшін. Қараңыз. Ла шарика лаху. Менің жүрегімде Алладан басқа мақсат жоқ, серігі жоқ Алланың. Осы мақсатым Аллаға қалай арналды? Ва бизалика умирту, маған осылай бұйырылған. Және мен шын мәніндегі мұсылмандарданмын дегендей. Сондықтан қазір бұның аты Нұр Мүбарак сияқты болып тұрса, бұл жаққа басқа жақтан жәрдем келмейді. Алла тағала бұның болашағын сіздер мен біздер секілді шынайы иманы бар жандарға қарай тапсырып, Алла оны басқаша жасай бесе тез жасай салуға Аллаға қиын емес. Алайда біреулердің имандарын тексеру, Алланың заңдылығы, біреулерге мал беріп сол мардан бере алам екен, ақыретіне жәннат сұрай ма екен, қандай жәннатты сұрайды екендей, осындай сынақтар үшін осындай кезеңдерді өзі ұйымдастырады. Осы кезеңдерде иншалла әркім өзінің Алламен екі арадағы ісін туралап алса, пиғылын туралап алса иншалла. Алла тағала жалғыз Нұр Мүбарак емес, болашақта иншалла бұдан да үлкен жұмыстарды бітіреді ондай халық арқылы, есіңізде болсын. Сол кезінде тарихымызда қалай дүрлеген болсақ, мынандай нәрсе бар. Кейбір адамдар айтады, тарихты қарап отқан кезде жылайсың, айтасың, шіркін-ай, кегімізді алсақ деген бір сөздер болады. Солардан кегімізді қалай алсақ екен дегендей. Құл қылып, дінімізді бұзды, үйтті, бүйтті деген нәрселер көп бір реніштер айтылады. Мынандай бір оқиға болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде, пайғамбарымызға түс көрсетіліп, 1400 сахабамен, тақуаларымен қасындағы Меккеге умраға шығады. Зүлқағда айында. Қасиетті айда, сөйтіп солар Худайбия деген жерге жеткен кезде, олардың қарсы алдарынан Мекке мүшриктері отырып, өздерінің қызбалыққа салынып, жолдарын бөгейді. Биыл жібермейміз, ертең келесі жылы келіңдер дегендей, ойына не келеді, соны айтады. Жалпы бұл нәрсені Алла тағала өзінің білімімен қамтып қойған. Сол жылы олар кіре алмайтын болды енді, бөгелді. Бірақ келесі жылы кіріп шығасыңдар деген уәде берілді. Келісім жасалды да. Сондайын сахабалардың көңілінде біраз қиналулар болды. Сондай бір ниетпен келе жатқан еді. Оның үстіне олар бір өздерінің шарттарын айтып, тағы көңілдерін сүретін жағдайлар болды. Алла тағала бұның бәрін шешті. Пайғамбарымыз бен сахабалардың жүректеріне тыныштығын түсірді, ұялатты, олар түсінді. Сөйтіп келесі жылы олар келіп Меккеге кіріп умраны жасады. Осыны тәпсір кітаптарында айтып отқандар, ана қасиетті айда жасай алмап еді, кәпірлер олардың жолдарын бөгеді дейді. Келесі жылы олардың сол умраны жасай алулары қасиетті айда Алланың олардан кегін алып беру еді дейді. Қараңыз. Қысас, ақоссаллаху минхум деп айтады. Енді кегімізді қалай аламыз? Қайтадан Құдайдікі боламыз. Түсіндіңіздер ме? Бүкіл ұрпағымыз, осы қазір 20 миллион санбыз ба, осы Құдайдікі болса, Алла тағала санды көтеріп жібереді одан кейін. Сапалы болайық. Сан деген ол Аллаға оңай емес, қиын емес. Көбейтіп жіберу деген нәрсе бар ғой. Сондықтан қайтадан тура жолға Құдайдікі, Құрандікі болатын болсақ, иншалла, сол арқылы біз кегімізді алдық деген сөз болды. Ал одан басқа нәрсенің бәрі қызбалық, эмоция, құрбос нәрсе ол. Дым бітірмейтін айқай-шу. Алла тағаланың құзырында ешқандай қабылданбайды да, ешқандай берекесі де болмайды. Сондықтан кімге жан берді, кімге мал берді, кімге ақыл берді, Алла тағала әркімге өзінің ризық несібесін берді. Кімге қай тұрғыдан шамасы келеді, иншалла, Алла тағала алдымызға осындай бір істі қойып қойған екен. Осы істе шамамыз келгенше әркім жәрдем берейік. Сонда біз Құдай қаласа Алла тағаланың сынағынан дұрыс өтіп, Аллаға жәрдем беріңдер, сонда Алла сендерге жәрдем береді деген болашаққа еленеміз иншалла. Алла разы болсын баршаларыңызға.